Барлықтарыңа сәлем. Мен өзімнің курстағы достарыммен бірге өткізген күндерімді видеоға салатын боламын. Мен алма десем. Біз негізі Оян қазақ фильміне бардық бірінші күні. Осылай. Және де бізде фильм өте керемет өтті. Рас айтам, мен Міржақып емеспін. Менің атым Базарбек, мен Міржақып емеспін. Шын айтам. Фильмге баға беретін болсақ, фильм 10-нан 10 достар, керемет өтті. Фильм жайлы қысқаша айтып кететін болсам, фильмде қазақтардың бір-бірін қалай сатуы туралы, және де қазақтардың, яғни ашаршылық уақыты қалай болғаны туралы, және де орыстардың қандай қазақтарға қиянат жасағаны туралы, яғни фильм осы туралы өте керемет Сондықтан қалада оқығандар ортасына келгенде ел шаруасының ең маңыздысынан сөйлейін. Мінсіз ешкім жоқ, сенде менде тоқ. Мүреке, сізге бір сауалым бар. Мүрекеңізде Жақа, бұл кісі Жақа Мен сені сүйем, сенде мен білем. Осы қазақтың оқы берген мырзаларының өзі тілмәш, переводчик болса, үлкен төрелікке жеткендей көріп, қазаққа күн көрсетпей, аршы, Біздегі дағдарысқа дауа бар ма? Мен мұны мақтан үшін айтып тұрғаным жоқ. Мендегі мың сұраққа, Қадірлі Жақа, сендегі мың сұрақта арнайы іздеп келгенім қасыңызда жауап боламын. бар ма? Біздер ұқсаспыз, көпке жұқпаспыз. Бұл өңірде мен сені таптым, сен мені таптың. Бірақ неге Осылайша фильмнен керемет әсер алып шыққан болатынбыз. Мендегі мың сұраққа, сендегі мың сұрақтар жауап Және де бар ма? киноға кірер алдында осылай тамақтанып алған болатынбыз. Біздер ұқсаспыз, көпке жұқпаспыз. Ал бұл жерде мен, яғни өзімнің курстағы уақыттарымды салдым. Осылайша біз күніге сабақ өттік. Бұл жаңағы біздің курстағы Бақабай, жалғыз қыздардың арасында бір ақтала. Осылай тығып тамақ та жедік. Менделеевті де жаттап жүрміз. Ал мынау біздің курстағы апайларымыз және достарымыз. Бұл Айзат. Бұл курста жүргендегі уақыт, яғни қолымда тамақ. Тағы да тамақ осылай Айзат екеуміз. Ал бұл жерде үйдегі демалып жүрген уақытым.